Сәлем, мен бүгін сіздерге мектеп аттестатын қалай толтыруға болатындығын өзімнің жасаған сервисім негізінде көрсеткім келеді. fizmat.kz әрмен қарай att аттестат дегеннен қысқартылып алынған. Сервис өзім үшін жасалған және бір-екі жыл бұрын интернетке шығарылды, жалпы көпшіліктің қолдануына арнап. Екі класс аттестатын толтыруға болады, 11-ші класс негізінде және 9-ші класс негізінде. Енді қалай толтыруға болады деген сияқты әртүрлі сұрақтар жекеге көптеп түсіп жатыр, олардың барлығына жауап беруге уақыт болмай жатыр, сондықтан осы видео нұсқаулықты жасауды жөн көрдім. Төрт меню сияқты бөліктер бар. Бірінші жалпы мәліметтер, оқушының мәліметтері, қарау және жүктеу, баптау және анықтама. Баптау және анықтамадан бастайық. Бұл жерде қалай жұмыс жасау керегі көрсетілген. Шрифтті таңдауға болады. Бұл жерде әзірше 5 шрифт. Енді аттестат үшін осы шрифттерден көп нәрсе керек емес. Шрифттің өлшемін таңдауға болады. По-умолчанию және бізде 11 тұр. Және Times New Roman. Әрмен қарай бестік бағаны қалай көрсету керек? Бұл жерде биыл қосылды. Бұндай бөлік кейбір мектептерде бестік бағаны үздік деп көрсетілген, кейбір мектептерде бестік бағаны өте жақсы деп көрсетілген. Осыған байланысты осындай екеуін таңдауыңызға болады. Және жылжыту үшін пайдалану дейді. Бұл жерде координаталарды пайдалану болады және жоғары төмен оңға солға дейтін бөліктерді пайдалануға болады. Яғни бұл жерде таңдайтын болсаңыз, көп ештеңе өзгермейді, тек сізге ыңғайлырақ бола түседі. Яғни координаталарды пайдалансаңыз x пен y өсі бойынша жылжыту болады, яғни x өсі былайынан және y өсі жоғарыдан төмен қарай. Немесе жоғары төмен оңға солға. Так, әрмен қарай бұл жерде y өсі бойынша обложканы, яғни бланкның өзін жылту болады, және қарау қазір көрсеткен кезде осыларды әзірше барлығы нөлде тұр. Қозғасаңыз да болады, қозғасаңыз да болады. Енді қараңыз, жалпы мәліметтерде бізде қазақша және орысша бөліктері бар. Яғни аттестаттың бірінші бетін ашатын болсаңыздар, бір жағында қазақша жазылады, екінші жағында орысша жазылады. Яғни бүкіл міндетті өрістердің барлығын толтырасыз. Мысалы, Томах, Ержан, Тұрсынбекұлы, мектептің аты, мектептің жалғасы. Биылғы жылы бланкіде мектептің атына көп не бөлмеген сияқты, орын жоқ. Мектептің жалғасы, директордың аты жөні, орынбасарының аты жөні, сынып жетекшісінің аты жөні. Яғни бұл нелерді толтырған кезде сіздер бір-ақ рет қана жазасыздар, қалған кезде бұлар өзгермейді. Оқушының аты жөні немесе оқушының жаңағы бағалары өзгеріп отырады. Бұларды тек бір рет қана жазасыз, ол сол күйінше тұрады. Берілген күні бүгінгі күнмен шығып тұр, 2 мамыр. Қай уақытта бергіңіз керек? Мысалы 2 маусым. Мысалы 7 маусымда беру керек. Маусым. Елді мекеніңізді жазасыз. Мысалы менде Ақтөбе қаласы. Әрмен қарай тіркеу нөмірі, яғни аттестаттағы тіркеу нөмірін көрсетесіз. 1, 2, 3 деп не бойынша кете береді. Мына жерде қараңыз, x өсі бойынша жылжыту және y өсі бойынша жылжыту деп тұр. Өйткені менде мына жақта баптауда сондай нәрсені тұр. Әрмен қарай орысша бөлігінде де кейбір жерлер автоматты түрде шығады. Егер шықпайтын болса, өзіңіз қолмен жазасыз. Кейбір жылдары аттестатта бланкіде келген кезде әріптері жоқ болып келді. Кейбір жылдар әріптері бар болып келді. Соған байланысты бұл жерде аттестатта жоқ, немесе бар дейтін бөлік таңдау болады. Егер жоқ деп галочка қоятын болсаңыз, белгі қоятын болсаңыз, сізге мынадай 4 бөлік ашылады. Яғни ана деген жердегі аны қойыңызға болады, окончила деген жердегі аны қойыңызға болады. Яғни бұл жерге просто а әріпін жазасыз, болды. А әріпін жазасыз. Аттестатта жоқ дейтінді алып тастайтын болсаңыз, ол бұл жерден кетіп қалады. Әрмен қарай мектептің аты, мектептің атының жалғасы, яғни бұл жерде барлығы орысша жазылу керек. Мен енді уақыт кетірмес үшін сіздерге былай көрсетейін. Директордың аты жөні, орынбасардың аты жөні, бұл жерде былай болады, сынып жетекшісінің аты жөні. 7 маусымда біздер қазақшасында таңдағанбыз, сыныпта 7 тұр. Мына жақта бізде жаза берейін. Орысша жазылу қойды. Елді мекен, менде Ақтөбе. Город Ақтөбеде жазу керек. Тіркеу нөмірі де бізде тұрады, яғни қазақшасымен сәйкес келеді. Қазақшасында 1 таңдайтын болсаңыз 1, мысалы 20 таңдайтын болсаңыз, орысшасында автоматты түрде ол өзгереді. 20. Әрмен қарай оқушының мәліметтерін толтырасыз. Аттестаттың нөмірі, яғни қосымшадағы аттестаттың нөмірі. Мысалы 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бұл жерде енді аты жөндеріңіз автоматты түрде шығу керек. Егер шықпайтын болса,
толтырасыздар. Мектептің аты, жалғасы, так, орысшасы мына жақта. Мектептің жалғасын орысша толтырасыздар. Әрмен қарай болды. Бұл жерде пәндерді бағаларын қойыңыз болады, немесе оқыған жоқ, есептелінді босатылған дейтін пункттер бар. Бізде қазір осылай тұра берсін. Ана тілі. Мына жерде ана тілін оқыған жоқ деп белгілеуге болады. Мына жерде әлем әдебиеті деген болады. Мысалы, әлем әдебиеті тағы да бір нәрсе. Кейбір мектептерде осындай әдебиетті қосымша оқытады екен. Шет тілі бізде ағылшын тілі, болмаса неміс тілі болуы мүмкін. Көп жағдайда бізде ағылшын тілі тұр, по умолчанию. Бағасын қоясыз. Анализ және алгебра бастамалары, химия, барлығы осындай. Өзін өзі тану, технология, дене шынықтыру, босатылған, есептелінген. Биылғы жылы 11-ші класста бізде графика және жобалау қосылды. Мына жерде пунктте қойып тұр. Қолданбалы курстарды беруге болады. Яғни әр мектепте өзінде қолданбалы курстар және таңдауы бойынша курстары бар. Қолданбалы курстар орысша, таңдауы бойынша курстар орысша. Директордың аты жөні, орынбасардың аты жөні барлығы тұр. Слайд толтырып болғаннан кейін бір аттестат несін. Енді сізде қарауыңызға болады. Қарау және жүктеу батырмасын басатын болсаңыз, қарауыңызға болады, скачать етуге болады, жүктеуге болады, және браузерден шығаруға болады. Ең бірінші бізге қарау керек. Яғни қалай болып көрініп тұрғанда. Яғни қарау дейтін кнопканы басатын болсаңыз, астында бланкісімен шығады. Сіз осыған тексеріп алуыңызға болады. Бұл жерде мен әдейі кейбір пункттерді келтіріп қойдым, кейбір пункттерді келтірмей қойдым, түсінікті болу үшін. Мысалы, Ақтөбе қаласы деген солға қарай жылжып кеткен елді мекен. Сіз қараңыз, барасыз, оқушының мәліметтерінде елді мекен. Қазақша жағында болды. Жалпы мәліметтерде қазақша жағында елді мекен дейтін пункт бар. Елді мекен. Бұл бізде X өсі бойынша жылту деп тұр, және Y өсі бойынша жылту деп тұр. Яғни X өсі бойынша бізге жылту керек. Немесе мына жақта баптау және анықтамадан сіздер жоғары төмен дейтінді таңдай аласыз. Оңға солға жылжыту деп өзгереді, көрдіңіздер. Бұл жерде мысалы сіздер елді мекенді, елді мекен кетпеу керек. Елді мекен оңға солға жылжыту керек. Мысалы, маған солға қарай жылжыту керек. Яғни бұл жерде 55 тұр, мен бұны азайтып қойыламын. Мысалы, 45. Яғни 10 неге өзгертетін болсаңыздар, бұл 1 сантиметрге сәйкес керек, яғни миллиметрмен өлшеледі. Мысалы, 1 миллиметр жылжыту керек болатын болса, 44 немесе 46. Қазір 45 көрейік, қарайық. 45. Қарау және жүктеу батырмасын қайттан басам, қарауды қайттан басам. Енді қараңыздар, елді мекен, көрдіңіздер, Ақтөбе бұлай қарай 1 сантиметр жылжыды. Осының алдында бізде болды, Ақтөбе қаласы болды, яғни көрдіңіздер, маусымен тура келіп тұр. Қазір қараңыздар, 1 сантиметр бұлай қарай солға қарай жылжыды. Қалған пункттердің де барлығы осындай, осылай келтіресіздер. Және келтіріп болғаннан кейін міндетті түрде черновикке шығарып алуға керек. Шығарып алу керек. Яғни шығарып алған кезде сіздер несімен бірге шығарып аласыздар, бланкісімен бірге шығарып аласыздар. Болмаса браузерден шығару дейтін батырманы басатын болсаңыздар, бұл жерде таза астында бланкісі болмай таза шығады. Қазір бізде жалпы мәліметтерде орысшада, аттестатта жоқ. Қарау. Көрдіңіздер, қазір алып тастадық. Освоил дейтін осының алдында алары тұрды, қазір уже алары жоқ. Браузерден шығару. Бұл жерде PDF файл, қарапайым жерде печат батырмасын басатын болсаңыз, сіздің принтеріңізді көрсетеді. Болмаса мына жақтан басқа принтерлерді көруде қосып алуыңызға болады. Менде қазір LaserJet мынадай принтер тұр. Бұл жерден де әрбір принтердің настройкалерді жеке-жеке келтіру керек болуы мүмкін, бірақ по умолчанию көбінесе олар настройка жасалынып тұр. Барлық бетте шығару керек емес, маған кастом. Болмаса сіздерде орысша версия тұратын болса, осы жерде таңдайсыз, яғни нешінші бетте шығару керек. Яғни бізде қосымшасында бір бетінде қазақша, екінші бетінде орысша жазылған. Сол жерде шатастырмаймыз. Яғни барлығын жіберіп жіберудің қажеті жоқ. Мен бір беттер таңдаймын. Мысалы, маған бірінші бетте шығару керек болатын болса, мен мына жерге 1 деп жазсам, 1. Немесе мысалы, қараңыздар, 1 болатын болса, тек 1 ғана қалды. Екінші бетте шығаратын болсаңыз, қазақшасын шығарасыз. Әрмен қарай аударып төңкеріп саласыз да, 3-ші бетте шығарасыз. Print батырмасын басасыз, сізде уже шығатын болады. Біздер қазір бірінші бетте шығарып көрейік. Print. Менің принтерім бұзылып тұр ма екен?
принтерден қосылмаған екен менде. Жалпы идеясы осылай.